Сәлем достар! Бүгін біз осындай ірімшік көкнәр бәлішін әзірлейміз, яғни творожный маковый пирог. Бұл бәлішті көбісі немецкий пирогты біледі. Бұл бәліштің дәмі өте ерекше. Себебі құрамына лимон цедрасы кіреді. Бәліш өте оңай әзірленеді. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Маймен ұнды араластырып, песочный қамыр әзірлейміз. Енді қантымызға жұмыртқаны салып, сосын лимонның цедрасын үккіштен өткізіп аламыз. Шыққан лимон цедрасын жартысын қамырға қосамыз, ал жартысын кейін салмасына қосуға алып қаламыз. Сосын лимоннан бір ас қасық шырынын сығып алып, қамырға қосамыз. Енді қамыр илей бастаймыз. Қамыр илеу барысында оны рецептте көрсетілген мөлшерден көптеу қажет болуы да мүмкін. Себебі ол майдың процентіне және жұмыртқаның көлеміне байланысты. Қазір видеода көресіздер. Мен шамалы бір 50 грамдай тағы да ұн қостым. Енді қамырдың жартысының көптеу бөлігін алып, формаға қолмен жаямыз. Қамырды шанышқымен тесіп өтеміз. Енді салманы әзірлейміз. Блендерге ірімшікті саламыз, оның үстінен қантты саламыз, сосын ерітілген майымызды құямыз. Лимонның цедрасын қосамыз, лимон шырынын сығып қосамыз. Сосын 25 грамм көкнәрді саламыз. Сосын блендермен жақсылап айналдырып аламыз. Сосын 2 жұмыртқамызды қосып, тағы да блендермен айналдырамыз. Салмамызды қамырдың үстіне түсіріп, біркелкі етіп жағып шығамыз. Енді қалған қамырмен пирогтың үстіне әрлейміз. Пирогтың бетіндегі әрленген қамырға жұмыртқаның сарыуызын жағып шығамыз. Бәлішімізді духовкада 180 градуста 35-40 минут пісіреміз. Бәлішіміз пісті, енді суығанын күтеміз. Бәлішті қалыптан суығаннан кейін шығарамыз. Ең алдымен жан-жағын пышақпен ақырында босатамыз. Сосын оп-оңай шығарып аламыз. Енді бәлішіміздің ортасын кесіп көрсетейін. Бәліш өте дәмді және өте жұмсақ болып шықты. Сіздер де міндетті түрде пісіріп көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін.
видеоның соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Эрика.